Білесіздерме, бұл сабақта біз мектеп EI платформасындағы үшті нысандар мен VR, ER деп аталатын біздің бөлімдермен танысатын боламыз. Ең бірінші бұл жерде үшті модельдер бөлімінде фильтрі болады, яғни осы жерге поисққа өзіңізге қажетті модельді немесе пән бойынша таңдап өзімізге қажеттісін аша аламыз. Мысал ретінде почка дегенді таңдайтын болсақ, бізде почканың бүйректің моделі шығатын болады. Бұл модельді біз жан-жағынан қарай аламыз, және де егер де бұл модельді біз үлкейтеміз десеңіздер, мына жерде үлкейту батырмасы бар. Осылай үлкейтіп ала аламыз, және де кішірейте аламыз. Осылай көлемі бойынша әрбір деталіні, әрбір бөлігін қарай аламыз. Бұл енді бізде үшті модельдер библиотекасы әрқашанда толықтырылып отырады, және де жаңа қосылып жатқан бөлімнің бірі ER VR ресурстары бөлімі. Бұл жерде біздің ұялы телефонымызбен қараймыз десек, арнайы программа қажет болады, оны да қазір көрсетіп кетемін. Және де тағы да ашудың екі жолы болады. VR бөлімін ашып көрсетейін. Біріншісі өзін басқан кезде осылай ашылады, екіншісі QR код арқылы ашылады. Мына жерде мінекей ашылды, және де біз мына клавиатурамыздағы алға басу, артқа басу деген тетіктері арқылы, клавиатураның клавиштары арқылы жүре аламыз осы жерде. Жалпы мінекей осылай көрінеді VR-лары, және кубтарды да дәл осылай аша аламыз. Үстін басу арқылы немесе әрқайсының бірін біз, мысалы, экологиялық ластануды поделиться арқылы QR кодын сканерлесеңіздер де болады, немесе ұялы телефонға арнайы бағдарламаны алдын ала жүктеп, программаны ашу арқылы сканерлесек те болады. Соның жолын көрсетіп кетейін. Ол үшін біз App Store-ға немесе Play Market-қа кіріп, поисққа Caspaces ету деп жазамыз. Поисққа жазғаннан кейін іздеген кезде бізде Delictix ету деп аталатын бағдарлама шығады. Осыны жүктеп аламыз. Так, бізде жүктеп алғаннан кейін қазір мен шығып кетейін. Осындай бет ашылады. Міндетті түрде тіркеліп жатудың қажеті жоқ. Мына жерде ввести сканировать общий код деген батырманы басу арқылы, мына батырманы басып, QR кодқа апарасыздар. Және де бізде жүктеу бөлімінен жаңағы merge кубты да жүктеп алсаңыздар болады. Дәл осы бөлімнің ішінен сіздерге merge кубтың біз электронды нұсқасын қалдырамыз. Сол merge кубты принтерден шығарып алғаннан кейін запуститті басу арқылы осындай кубты шығарып қойсаңыздар, бұл куб бізде толықтырылып, осылай жұмыс жасап пайда болатын болады. Мінекей осылайша сіздер осы біздің платформамыздағы мектеп EI-дің өзінің авторлық кубтарын көріп қолдана аласыздар тақырып бойынша. Жалпы осы, назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін.